білмесең мен бақыттымын. Жай ғана сіз қойған сұрағыңызға тікелей жауап беріп жатқан ол былай қашпай. Дұрыс екен. Достықты біз таңдап аламыз, ал бірақ махаббат күтпеген жерден келеді. Балағашық қана емес, үлкен сезімдерде болды. Енді есіне түсіп жатыр десең. Өте өмірімдегі деп қазір айтсам, болашақ жарым ертең маған ренжиді деп. Ештеңе етпейді. Отбасылық бір құндылық, тәрбие, оның ішінде тек қана жай ғана тәрбие емес, білім. Білімді де кіргіземін. Есін жиып аласың, сондай бір мягкий шапалақ. Киім әйел адамның куәлігі дейді. Әміренің жылтыр көйлегінің жырға қосып жүрген ұзындығы қандай? Әйелді ер емес, ар ұстайды дейді. Қазір біз Мәскеуде өткен жобадамыз. Әзірге айтуға болмайды. Бірінші осы бағдарлама мен сіздерге айтып жатырмын. Атын түгел айтпасам да өздеріңіз біліп тұрсыздар. Эксклюзив бізде. Сол жаңбырлы көктем, нұрыл сараңе, бақытты болам тек өзіңмен. Сөзден бұрын сәлем, істен бұрын ынтымақ. Сенбілік серуен бағдарламасының жаңа маусымын біз өздеріңіздің сүйікті жұлдыздарыңызға айналған Әміренен бастаймыз. Сәлем Әміре, көңіл-күй қалай? Қайырлы күн. Жақсы. Алматыға деген сағыныш қалай? Астанадан кейін студенттік шағың өткен ыстық мекен. Алматы ерекше қала мен үшін. Өзіндік бір ойып тұрып орын алар менің жүрегімнен. Себебі бұнда менің адам ретінде, және де өнер адам ретінде айтады ғой, өзінің ерекше орын алған күндер, сәттер, кезеңдер болды. Сондықтан Алматы менің ең сүйікті қалаларымның бірі. Әрбір елде Аллаға шүкір болдық, көрдік, ұштық, қондық, жүрдік, жаяуда, пойызбен де, самолетпен де жер-жерді көрдік. Бірақ соның ішінде өзімнің Алматыма, Алматымен қатар Астана қаласы міндетті түрде, осы соның ішінде Алматы қаласы ерекше мен үшін. Не себепті? Қарның ашқан күндер, жылаған күндер, қуанған күндер, мұңайған күндер. Қарын ашқаннан бұрын, жастығымның куәсі, бәлкім бір балалығымның куәсі болған шығар. Студенттік шақ осында өтті. Арман қуып, бұлайынша бәрі айтады, бір пакетпен келдім. Осы Алматыға тәуекел деп Қостанай қаласынан барымды жинап, білімімді, жиған тергенімді, Жүргенов өнер академиясына түсем деп осы қалаға келгенмін. Бұл кезде бұл қала маған сонда бір ерекше, үлкен, бір белес, асу ретінде көрінген өнер жолындағы, өмір жолындағы бірінші келгеннен жан-жағыма қарап, кинодағыдай. Солай болды. Мүмкін болашақта кино түсірерміз. Сол киноның ішінде міндетті түрде Алматы қаласы болады. Өзімнің студенттік шағым өткен қала. Ашта болдық, бана сіз айтқандай, тоқта болдық, қуандық та, мұңайдық та, ғашық болдық та деген сияқты. Жалынды жастықтың куәсі. Алматы мен анам сияқты деуге болады. Анам сияқты. Ана деген ол ең ұлы сөз, адамның өміріндегі. Өшкеніңді қаламайды, өскеніңді қалайтын. Алматыдағы енді болған оқиғалар ол бөлек әңгіме. Ол туралы сөйлесеріміз асықпай. Күнделік жазасыз ба? Күнделік жазбаймын. Көңіл күнделігін қалай парақтайсыз? Көңіл енді мен өзім бірдеңе жазуға, бәрін бір реттеуге, бір тізім жазуға, немесе сондай бір, енді қалайша ондайға пысық емеспін, шыны керек. Бір күнім қалай өтеді, солай өтеді. Өзімнің көңіл күйіме байланысты. Сондықтан өзім шығармашылық адам болғаннан кейін мың құбылам, кейде бұлаймын, кейде бұлаймын деген сияқты. Барлығы болып жатқан бір нәтижелерге, өмірімде өтіп жатқан күндерге байланысты. Әміренің бойында қайсысы басым? Мұң, сыр, лирик, романтик, бүгінгі заманның жастарына сай әлде қай бағытта жұмыс істейсіз? Мен енді өзім баяғыда Иә. қатты мұңға бататын бір сондай ерекше тұңғиық көңіл күйде жүретін адам едім. Лирикаға жақын бір жайттар, бір жағдайлар болып жатса, соны бір тереңінен
ойлап не үшін қалай деген сияқты. Бірақ уақыт өте келе олай қатты бір мұңға батып кейбір жағдайларға реакция дейді ғой. Беру дұрыс емес екен түсіндім, себебі адамның эмоционалдық тұрғыда және де физикалық тұрғыда денсаулығына бір кейбір сондай терең ойлар әсер етеді. Мен сондайға сенем. Қазір барлығын өзім қалпынша қалай болады, кез келген жағдай болсын. Өнер жолындағы, өмірімдегі, жеке өмірімдегі жағдайлар болсын. Денсаулыққа да байланысты деген сияқты сәттер болсын, кәсіби тұрғыда барлығын жеңіл қабылдауға тырысамын, және де соған қарай өзімнің музыкамды ауысты деп айтуға болады. Соны мен де айтқым келген ән қоржынында да біраз өзгеріс бар, ол көңіл күйдің ішкі әлемнің айнасы десек болады, Әркімнің биігі бар шығатын, әркімнің білігі бар оғатын, әркімнің әлсіздігі бар әсте, көңілінде жасырынып тұратын дейді. Әміренің әлсіздігі неде? Жаңа айтып өттім. Мықтылығы неде? Әміренің әлсіздігі ол мен өзім бір қатты пысық адам деп санамаймын. Айтады ғой, бәлкім өнер адам болғандықтан мен өз бала кезден сондаймын. Бір белгілі бір адамның қойып қойған бір тәрбиесі бар ғой. Мектептен болсын, өмірде осы бұлай болу керек деген. Кейде мен бір сондай бір қалыптасып қалған заттарды солай жасамаймын. Баяғыда мектепте отырғанда да не тұратын еді, сызықшадан ары жазуға болмайды. Мен біліп тұра соны өткізіп жазып жіберемін. Өзімді кейде түсінбеймін, мен неге сондай адаммын. Қатып қалған қағидаларсыз әміре, еркіндікті жақсы көреді. Сол менің үлкен бір енді білмеймін қалай айтуға болады. Бәлкім ол менің табиғатым шығар. Документ жағы болсын, қағаз жағы болсын, маған айтып отқан бірдеңені бір жинап, реттеп, өкінішке қарай мен ондай адам емеспін. Ертең аузың күйіп қалса ше, бір құжатқа қол қойып жіберіп, енді оқымай, жаңағы немқұрайлықпен достарға сеніп қалып, админге сеніп қалып деген. Түрлі жағдай болады. Кейде бір күнде барлығы, мысалы, енді өмір сондай ерекше, алмалы төкпелі ғой. Бірде былай. Бірақ мен неге сенем? Өзіңнің ішіңдегі энергетикаң, пейілің, ниетіңе қарай өзі береді ғой. Біздің пейіліміз жаман емес, мен ойлаймын. Ондай бір жаманшылықтан Құдай сақтасын. Сол өзім бір сондай кейде түсініксіз адам неге екенін білмеймін. Сол менің үлкен бір шығармашылық адамдарына осы қасиет тән сияқты. Біз енді әміре керемет алаңда жүрміз. Алматының жүрегі, Алматы күнінде, қала күнінде осы бағдарламаны түсіру бізге бұйыртты. Алматыны жақсы көресің бе? Алматыны қайта-қайта айтамын, жақсы көремін деп. Алматыны жақсы көремін десем, мен Астана қаласындағы достарым кәдімгідей қызғанады. Астананы жақсы көремін десем, алматылықтар Құдайға шүкір жан-жақта достарым бар, отбасым негізі Астанада. Бірақ осы алып ұшып әрдайым Алматыға келгім келіп тұрады. Болашақта осы жерден өзіме бір пәтер алып, осы жерде бір ары-бері квартираға, отельде жүрмей көп келеміз ғой. Осы жерде бір орнығым келеді, Алматыда да. Астанада өзіміздің үйіміз бар. Алматы өкінішке қарай әлі де жоқ, бірақ ниетіміз бар сондай. Алматыдан енді бәріміз армандағанмен бірден баспана бұйыра бермейтіні белгілі. Саншама қиындықтар, сынақтар, көп қаражатты талап етеді осы жөнінде. Мен әрдайым өзіме айтамын біріншіден, қасымда жүрген бауырларым, достарым, отбасыма қаражат жағы материалдық тұрғы болсын, ол маған еш арман болмаған. Себебі мен өзім қалаған нәрсеге әрдайым қол жеткізем. Маған арман ол бөлек сөз, бөлек мәселе. Арман деген ол тыныштық, денсаулық, болашаққа деген бір нақты сенім, үміт, барлық ойдағыдай, соның өзі арман, жүректегі иман. Мен соны арман деуге болады. Ал қалғанның барлығы ол үй алу, жер алу, машина алу. Әрине, әр жігіттің өзінің белгілі бір қойған өзінің мансабындағы болсын, материал тұрғыда мақсаты бар, себебі ер жігітке ештеңе мешать етпейді ғой, жан-жақты болуға, кедергі жасамайды. Сондықтан бұл мен үшін арман емес, ол тек қана уақыттың еншісінде. Ол қалау дейсіз ғой. Қаласам ала салам деген сияқты. Арман тілектеріңізге, қалауыңызға жетіңіз. Алматыны ерекше құттықтаңызшы. Алматыға деген махаббатыңыз әніңізден, әуеніңізден, әңгімеңізден есіп тұрсыншы. Жақында Алматыға ұшып келдік, осыдан 2 күн алдын. Сөйтіп машинаға отырып, аға жүргізуші ағайға ән қоссам бола ма дедім. Болады дедім. Алматыға енді жаңа айтам ғой, ерекше бір сондай серпіліс, бұрынғы флешбектер дейді ғой. Воспоминания. Барлығы еске түседі. Сол кезде осы әнді қосқам. Енді сөздің қателесуі мүмкін. Медеу Арынбаев ағамыз біздің белгілі. Керемет. Бәрі есімде,
көлімдеген көктемнің кешінде сені ғана сүйемін дедің, сен де сүйем дедің Алматының кешінде деген осындай ерекше вайб беретін, көңіл күй беретін. Тамаша. Бәрі есімде деп айтып қалдың. Алматы десе, әрине ғашық болған сәттерін есіңе түсетін шығар. Достықты біз таңдап аламыз, ал бірақ махаббат күтпеген жерден келеді дейді. Бұл пікірге қаншалықты келісесің? Енді бұл қалада түрлі сезімдер болды. Жүрек сезімі, бір кеудедегі көңіл болсын, бірдеңеге әйтеуір көңілің толады, кейде жұмысыңа, оқуыңа деген сияқты. Бұл қала менің түрлі бағанағы айтқан сәттерімді, көңіл күйлерімнің куәсі болған қала. Соның үшін ғашықта болдық. Ол енді мен оны бала ғашық деп айтатын едім. Өзім 18 жасымда келдім осы қалаға. Бала ғашық сезімдер болды, ой бүйтіп. Жоқ, бала ғашық қана емес. Үлкен сезімдер де болды. Енді есіне түсіп жатыр десең. Жоқ, керемет сезімдер. Қалайша ұмытып кеткенсіз? Бірақ мен ол махаббатымды Астанада кездестірдім. Астанада кездестіріп, ол кезде студент едім. Ол кісі сөйтсем Алматыда тұрады екен. Сөйтіп өте өмірімдегі деп қазір айтсам, болашақ жарым ертең маған ренжиді деп. Ештеңе етпейді, біз айтамыз, жасты шақта. Өнер адамы біз сезімге ерік береміз, сондықтан ештеңе жоқ. Өмірімдегі бір көріп, бір сәттен бір аруды көріп, ғашық болып қалған сондай бір сәт болды. Сол сәтке, сезімге куә болған осы қала өмірімдегі ең алғашқы үлкен махаббаттарымның бірі осы қалада болды. Қазір Алматыда тұра ма, Астанада тұра ма? Қазір байланыстасыздар ма, ол біле ма сіз тұра? Жоқ, ол мен былай айтайын, бұл адами жағынан қарағанда, ол жай ғана бұл әңгіме, адам көңіл болғасын, еске аламыз, естейміз, сондықтан ол кісіні қатты мен бір қадағалаймын, естеймін деп айта алмаймын. Әйтеуір амандығын тілейсіз? Иә, амандығын тілеймін, өзімнің жеке өмірімде әлі әзірге бірақ тек қана менде жұмыс. Өзіңді толығымен әзірге шығармашылыққа арнап жүрсіз? Шығармашылыққа, жай ғана сіз қойған сұрағыңызға тікелей жауап беріп жатқан ол былай қашпай. Дұрыс екен. Әйтпесе біздің көрермендер сірә өздерінше топшылап алады, өздерінің тұжырымы бар. Ел аузындағы әңгімелерге сенгеннен гөрі өз аузыңыздан естісін дегеніміз бар. Әміре, енді қалыңдықты іздей көрмей көшеден, жақсы қыздар жақсы шешеден деп айтылады ғой. Осыған қаншалықты көңіл бөлесің? Мен әрдайым қалыңдығын әлеуметтік желіден іздеп жүрген жігіттер көп. Дұрыс па, дұрыс емес? Жоқ, енді біз заманға сай жүру керекпіз. Мен ойлаймын, сол үлкен проблема. Ешқашан келген жаңашылықты бір былай қарауға болмайды деп ойлаймын. Әр нәрсенің өзінің реті болады. Жарасып тұрса, келісіп тұрса, қабылдау керекпіз. Интернеттен сөйлесеміз. Мен де өзім мысалы таныстым қаншама, достар таптым өзіме. Интернетпен жұмысымды бітірдім талай деген сияқты. Енді анадан бұл бізде мындай семейный институт деген үлкен бір түсінік бар ғой, отбасылық институт. Әкесіне қарап, әйтеуір ұлын көресің, немесе шешесіне қарап, қызын көресің, немесе балаларына қарайсың ғой, әке-шешесіне қарап, мен соған өте қатты сенем. Біреу әкеден аса туады, біреу өте туады, біреу... түсіндім. Сондай бір түсінік бар ғой, біреу қала туады деген сияқты. Енді айтып болмайды оны, бірақ негізі отбасылық бір құндылық, тәрбие, оның ішінде тек қана жай ғана тәрбие емес, білім. Мен білімді де кіргіземін. Әрине. Сондықтан отбасы жақсы, білімі болып тұрса, түсінігі, мен өзімнің жақсы көретін сөзім бар, енді орысша айтайын, осознание, түсінік қабылдау. Сенің өміріңде болып жатқан өзіңді біріншіден қабылдау. Ең бастысы адам түсінсе болды ғой. Әрине. Өзінің қайда баратынын, қандай биіктікке жететінін, өзін қалай ұстай алатынын, соған қарай адам бір-бірін түсінуі тиіс. Мен осындай қыз алып жатырмын. Мен осындай жігітке тұрмысқа шығып жатырмын. Бір ожидание, реальность болмау үшін. Ал оның барлығы білімнен, тәрбиеден, адамның оқығаннан бұрын осы өмірлік жинаған тәжірибесі, көзқарасы, адамдармен араласқаны, кейде қателескені, кейде бір жетістікке жеткені деп ойлаймын. Сондықтан ең бастысы осознание, түсінік қабылдау. Мен осындай адаммын, және де осындай жасай алам деген сияқты болса, бір-біріне адамдар жарасып кетеді деп ойлаймын. Интернет болсын, отбасы бір-бірімен
таныстырсын деген сияқты. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқамын деген бар ғой. Осы заманда жүрегі жоқ адамдар көбейіп бара жатқан сияқты, көбі мейірімге мұқтаж сияқты. Оны байқаудың кезінде де, әлеуметтік желіде де байқап жүрген шығарсың. Сол туралы өзің көзқарасың. Генетикалық ұлттық код дейді ғой, енді мамандар біледі, ДНК дейді. Адамның жады, ұлтының жады. Оған бір эволюцияда жатады, енді білмеймін ғой. Сол біздің енді түп тамырымыз, ата бабамыз бір сондай руханилықтан алыс, иманнан алыс адамдар емес. Кейде бір адамды интернетте көріп тұрасың, осы адам маған ұнамайды дейсің да. Өзімде бар мысалы. Мен кейде ойымды айтып қаламын да, өзім ойламай, осы адам ұнамайды. Ол адамға ешқандай жаманшылық жасаған жоқ деген сияқты. Кейін мен онымен танысам, қарасам жақсы адам. Белгілі бір позициялармен келіспейсің, бірақ түбінде ол жақсы адам. Оны ешқандай біреуге жаман жасаймын дейтін несі жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, бір жаман адам деген түсінік болмау керек. Әрине, мейірімсіз адамдар бәлкім болар, бірақ олар өте аз. Бізде ең үлкен проблема қазір барлығы бір-бірін не көріп кетті да, андай. Жау көріп кетті. Жау деп айтуға да болмайды. Енді былай қараймыз, ол кейде менде де болады. Мініздеп кетті бір-бірінен. Мініздейміз, кейде мен өзім мініздеймін. Сол кезде мен өзім айтамын, сен ондайыңды қой, өзіңнен баста деген сияқты мәселе. Сондықтан мен ойлаймын, жаман адам жоқ. Біз ол барлық қалыптасқан түсінік өзінен бастау керек. Шынымен үлкен, кәдімгідей терең еңбек қой, өзіңнен бастау. Мен қазір 26-дамын, 26 жасқа келіп, өз-өзіммен жұмыс істеуге енді ғана келдім. Ақыл парасатың кемелденген шағы. Бәлкім. Жігіттік шақ нағыз. Бәлкім. Оң солды саралап, алға жоспар құратын. Керемет шақ деп ойлаймын, ең әдемі сәт. Жаңа үндеп қалатын, үндемей қалатын деп айтып қалдық қой. Кейде біз артық сөйлеп қалғанымыз үшін өкінеміз да, бірақ сөйлемей қалғанымыз үшін өкінетін сәттер аз болады екен. Сізде осының қайсысы болады және соңғы рет қай артық сөзіңіз үшін өкініп қалдыңыз? Мен ешқашан біреумен бет жыртысып, бірдеген дәлелдеп, мен 1000 есе сол жерде менікі дұрыс болса да, ондай адамдардың қатарынан емеспін, оны шын неме айта аламын, сеніммен айта аламын. Себебі біреумен арпалысып, бір жақсы атты ешқашан жинамайсың, соның ішінде жігіт болсаң. Жігітке тән қасиет емессіз ғой. Біріншіден әкем. Баяғыда сөйтіп айтып жүрсем, әкең, еститін едім, қой. Солай, ол біздің қазақта болған беттен қағу емес, ол үлкен сондай бір тоқтау беретінсіз. Болды, қой дейді. Есіңді жиып аласың бірден. Есіңді жиып аласың, сондай бір мягкий шапалақ. Анамның берген өзінің тәлім тәрбиесі бар, сондықтан ондайлардың қатарынан емеспін. Айтылмаған сөздің ата сөйледі демей, сондай бір не бар ғой. Айтатын жерінде айтамын. Себебі жасқаншақ болмау керек, ер жігітке соның ішінде адам кішкене кейбір кезде айтатын айтып, пысық болатын жерде пысық болып деген сияқты сондай менде түсінік бар, бірақ ондай өте сирек кездеседі. Өкінетін кездер осыны айту керек еді дегеннен керісінше мен қуандым, айтпаған дұрыс болды. Үндемегеніме қуанған сәттерім көп менде. Үндемей қалғаныма. Болды, ішімде сыртқа шығып тұрған белгілі бір күштер айт деп не істеп тұрған, айтып таста деп. Жоқ. Сабырмен? Үндемедім, мен түсіндім, осы інілерім, қарындастарым қарайтын шығар бәлкім. Үндемеген дұрыс. Мен балаларға айтам, кейбір жігіттер өнер жолында жүрген жігіттер келіп маған айтады, Әміре, мен саған әлі көрсетемін, мен оларға әлі көрсетемін деп. Мен айтам, жігіттер, ондай сіздерде көңіл күй болмау керек. Әрине. Сіздер сөзбен емес, іспен дәлелдеңіздер. Жай ғана жұмысың жаса, сені бетіңнен ұрып тұрса да, құлатып тұрса да, жай ғана үндемей сал. Бар, іспен дәлелде. Ол адам сені жаман болсын деп құлатқан жоқ, бәлкім. Ол адам сені жек көргеннен құлатқан жоқ, бәлкім ондай да болған шығар. Бана айтқан әңгіме ғой, кейін уақыт өте келе саралап, сол адамдармен қатар келіп, сөйлескенде, тілдескенде, сұхбаттасқанда білесің, ол сен сияқты өте жақсы адам. Сондықтан мен ойлаймын, ең басымыз бір-бірімізге ойымнан жаман, осыға мен айтып тастау керекпін деген болмау керек. Ойдан аулақ болу керек, мүмкін сүрінген сәттердің де болуы дұрыс шығар, алға қарай талпыну үшін. Үстіміздің, тіземіздің шаңын қағып жіберіп, биік еңсемен ұмтылу үшін. Өткен жолғы тележоба болмаса, Әміренің сонша мүмкіндігін, сонша талғамын көпшілік мүмкін жақсы білмейтін бе еді, өткен конкурстық әншілер деп қарайтын еді ол кезде. Халыққа бір табан жақын еткен сол жобалардың бірі шығар, мүмкін. Сол туралы кішкене пікір білсек, жоспарымен бөліссең. Бақ
Алла тағаладан, Алланың жазған тағдырынан сен асып, жоспарлап, алдынан өтіп, кесіп пішіп, ондай болмайсың. Құдайды күлдірем десем жоспар құр дей ма? Мен ойлаған, мен конкурстарға барам, бірінші орын алып келем, мен бағым жан. Жоқ, олай емес екен. Кеудеде бір сенім тұрды, бірақ қайдан, қашан келетін белгісіз болды. Білесіз бе, мен өмір бақи оқыған адаммын, музыка жағынан, вокал жағынан, музыкальный мектеп, колледж, академия, магистратура, қазір мұғалім жұмыс жасаймын, өзінің мектебім бар. Дұрыс жағын білем, Құдайға шүкір, үйреніп келе жатырмыз, әлі үйренеріміз көп. Мен ойлаған, мен осылай айтам, ол осылай халыққа өтеді. Жоқ, олай емес екен. Сен өзің білмейсің, Алла тағала қалай береді. Жай ғана сол жобаға шықтымда еркелеп айтқаным болар. Жай шошаңдап депті, сахнада ол да бар. Сондай бір жақсы жағынан өтіп кетті сол халыққа. Әдемі. Жаңа қырынан жаңа леп бердіңіз, иә? Алла тағала маған басқа жағынан берді. Жылтыр көйлек дейді. Ал киім әйел адамның куәлігі дейді. Әміренің жылтыр көйлегінің жырға қосып жүрген ұзындығы қандай? Қысқа етек пе, әлде ұзын етек пе? Образына. Мен қазір өтірік айтпақ қояйын. Мен көзбен жақсы көретін адаммын. Ешқашан оны жасырмаймын. Бір сөйлесіп жүрген арулар болсын, сырлас жігіттер, қыздар болсын, әңгімелесеміз жас боласың. Сенің мысалы талғамың қандай, мен көзбен жақсы көремін. Қысқа болсын, қалай болсын жарасып тұрса, өзіне ең бастысы біріншіден енді еріне, әке-шешесінің рұқсатымен деген сияқты ғой енді. Бірақ енді барлығы ретімен болуы тиіс. Бірақ қатты толықтай жабық болсын деген түсінік менде жоқ, шыны керек. Бірақ енді әйелді ер емес, ар ұстайды дейді. Сондықтан басқаша бір киім жүрген қыздар, басқа енді адам болсын, қыздар деп айтпақ қойшы жарайды. Енді түрлі, мысалы мен бұлай киініп, ертең басқа істеуім мүмкін. Сондықтан киіммен қарап не істеуге болмайды. Әрине оның бір әр нәрсенің, киген киімнің, айтылған сөздің уақыт өте келе бір нәтижесі болады. Дұрыс па? Ол да бір тәрбие, өсіп келе жатқан ұрпаққа көрсету, Сырға тақпай-ақ ер адамның образын креативті түрде көрсете алдыңыз. Соның өзі бір ұтыс деп ойлаймын. Мысалы, сырға тақса да, енді мен басында әрине түрлі ойлар болды. Тағайын ба, тақпайын ба деп па? Жоқ, өмір өте келе, уақыт өте келе, сырға болсын, бағана киім болсын, образ, жай ғана образ. Бірақ біз соның ішінде өнер адамдары түсіну керекпіз. Бұл біздің беріп жатқанымыз жай ғана өнер емес, бұл тәрбие. Әрине. Тәрбие, мәдениет. Енді сөздің өзінде кінә жоқ дейді, әңгіме айтушыда. Біреу жанның жылуына бөлеп жолдайды, біреу тұзға бөлеп, біреу мұзға бөлеп жеткізеді. Әміре кейде ашуланып отырып, артық айтылып кеткен, немесе халық дұрыс түсінбей қалған сәттерің болды ма? Оның бәрі эмоцияға, көңіл-күйге, сол сәттегі болып жатқан оқиғаларға байланысты әрине пікірлер. Жаңа мен айттым ғой, біреуге бар дәлелдеп, сендер дұрыс жасамадыңдар, сендердікі бұрыс, мен сендерге ренжідім деген ондай ештеңе жоқ. Және де бір астарлап айтып, біреуге мысалы кейбір видеолар тарап кетті Инстаграмда, ол айтылса, негізінде ашық әңгіме. Бермеді, ұтпадым, болды. Одан артық ештеңе жоқ. Әрине. Реніш, мысалы халық маған сіздер қолдау, халық Аллаға шүкір беріп жатыр ғой. Енді бірақ айтады орыстарда нажалость давить дейді ғой, бір ондай өзім шыны керек. Аяушылық сезімді жақсы көрмейсің. Аяушылық бір тудырып керек емес ол. Кейбір мысалы пабликтар салды, әміре орын алмайды. Ол шындық болды. Одан әрі ешқандай реніш жоқ, ешқандай ақталу жоқ. Болды. Болған нәрсе болды. Бүгін ұтамыз, ертең жеңілеміз. Ертең жеңілеміз, одан арғы күн жеңілеміз, тағы да жеңілеміз. Бірақ одан үлкен бір сый бар. Бізге дайындап болған тағдыр, әлем, Алла тағала, әркімнің сенімі әртүрлі. Мен Аллаға сенемін, алхамдулилля. Алланың дайындаған сенімі, жеңісі, сыйы. Қазір біз Мәскеуде үлкен жобадамыз, әзірге айтуға болмайды. Осы қазан айының басында тағы да Мәскеуге ұшып бара жатырмыз. Осы жаздан бері Мәскеудемін, негізі екі жақта. Ресей, Қазақстанда үлкен жоба түсіріліп жатыр, бірінші каналда. Сондамын. Ішім сезіп тұр, көрерменде байқап отырған шығар. Үлкен жоба болады. Сол жерге бірақ көрермендерін қолдау керек, міндетті түрде. Дауыс берсе деген өзімнің бір уақыт келгенде толықтай
бөлісеміз, айтамыз, бірақ бірінші осы бағдарлама мен сіздерге айтып жатырмын. Атын түгел айтпасам да өздеріңіз біліп тұрсыздар. Эксклюзив бізде. Контракт бойынша айтуға болмайды, бірақ сондай бір ниетіміз, қазір жасап жатқан тірлігіміз бар. Сәтті болсын, жеңіс тілейміз. Елдің еңсесін көтеріп, байрақты бәсекелерде көк туымызды желбіретіп, қазақтың баласы деген атқа лайық болып жүре беруіне тілектеспіз. Біз жастардың өзіңе қарап еңсе тіктеп жатқанына да қуанамыз. ютубтағы қаралымдардың өзі көңіл қуантады. Биіктерден көріне беруіне тілектеспіз. Шын жүрегімізден.